армысыздар. Қарбалас тіршілікте санасын қалғытпай, қара түнде қаламына маңдай сүйеген журналистер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Мына Үркер ұлттық сыйлығының атауы менің жаныма өте жақын. Ежелгі дүниетанымда, ұлттық дүниетанымда Үркер тоғайды дейтін бір амал бар. Сол Үркер тамыздың аяғы, қыркүйектің басында, егер Үркер қырға құласа, қуаңшылық шөлейт болады. Егер Үркер суға құласа, онда жыл келесі жыл жаңбырлы болады, жауын шашынды болады. Қазақ журналистикасының Үркері әрдайым қырға емес, суға құлап, жыл жемісті болсын ағайындар.